15 минутта ашытқысыз дайындалатын шелпекті міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Рецепті жоғалта алмас үшін сақтап алыңыздар. Ыдысқа жылы сүт құямыз, тұз, шекер саламыз, жұмыртқаларды салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Онды електен өткізіп, 2-3 бөліп салатын боламыз және де жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмауы керек. Пакетке 10 минутқа сала тұрамыз. 10 минуттан кейін қамырды алып, онымен жұмыс жасай отырып, 14 бөлікке бөлеміз. Ең алдымен осылай 2 бөлікке бөлдім. Әрқайсысын 7 бөліктен бөліп шықтым. Формасын дөңгелекше етіп, осылай жасап аламыз. Беті қаязымас үшін пакет жауып қойып, жайып шығатын боламыз. Шелпектің қамырын жұп-жұқа етіп жаямыз. Осы кезде майымызды қыздыруға қоямыз. Қатты қызып тұрған майда, қатты отта шелпектің екі жағын 7-8 секундтан сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Шанышқының көмегімен осылай айналдыра отырып пісіретін боламыз. Майда өзіне көп алмайды, өте тез дайын болады. Асығыс кезде керемет рецепт. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер, жұп-жұмсақ дәмді болып шығады. Егер де рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нағима ас болсын.